Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен адам ағзасына пайдасы өте мол, дәмі ерекше болып шығатын гороховый супы жасайтын боламыз. Сондықтан да каналымнан алыстамай, видеомды соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етімді қазанға салып қайнатып жібердім. Қайнауға жақындағанда бір қызанақты саламыз. Әркім өзінің қалауы бойынша томат пастасын да қосуға болады. Енді дәміне қарай тұзым мен приправамды да қосып жіберемін. Оның үстіне туралған картошкамды қосамын. Осындай бетіндегі артық көбіктерін алып тастаймыз. Сонда біздің сорпамыз мөлдір таза болып шығады. Енді табамызға аздап май құйып, жуамыз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Енді табамыздың бетін жауып, жарты сағатқа қуыруға қоямыз. Дайын болғанша горохымызды жуып дайындап аламыз. Мен суымды 2 рет ауыстырдым. Енді қайнап жатқан сорпамыздың үстіне бірінші горохымды салып жіберемін. Содан кейін табада қуырылған подливкамды қосамын. Дәл осы менің рецептіме жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Жарты сағат қайнағаннан кейін піскен тауық етін алып, барлығын турап дайындап қоямын. Мінекей біздің сорпамыз өзінің бабында пісіп дайын болды. Енді блендердің көмегімен барлығын езіп шығамыз. Мінекей қараңыздар, біздің сорпамыз мінсіз өте керемет болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда әлі әртүрлі ыстық тағамдармен бөлісіп отыратын боламын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.